Үшінші, төртінші және алтыншы жұп нервтері. Nervus oculomotoris, trochlea және abduction, яғни көз қозғалтқыш, әкеткіш және шығыршық нервтері. Ең алдымен біз алдыңғы сабақты еске алып жүрейік. Яғни ортаңғы мезенцефалин, мынау бізде ромб тәрізді шұңқыр, яғни бізде алдыңғы сабақтарды еске түсірудегі міндет, мақсат ол жалпы осы нервтардың ядроларын қай жерде орналасқандығын нақты білу. Ең алдымен біз ортаңғы мидың контурын сызайық алдыңғы сабақтағыдай. Сосын примерно негеден тұрады және қай жерде шоғырланғанын көрейік. Енді идеальный суретші емес, мен әдейі дайындап қойған, сол сурет салмайтындығын біліп. Енді примерно бұл жерде бізде екі аяқша болады. Міне педикулус церебри, одан кейін мына жерде бізде акведуктус церебри, ортасында акведуктус церебри құбыры, ал жанында сұрзат. Яғни сұрзатта олар не шоғырланатынын айтқан тұғынбыз. Ол жерде бізде үшінші, төртінші жұп нервтер және де вегетативті бізде Парлей және Якубовичтің ядролары орналасқан, вегетативті ядролар. Енді дәл соны енді біз мына проекцияда қай жерде орналасатынын еске түсірейік. Ең бірінші бізде жаңағы қозғалтқыш нерв болғандықтан біз немен саламыз? Қызылмен. Так, мына жерде бізде Якубович және Парлейдің ядролары бар. Яғни бізде Парлей ол жағыз болып келеді, ал бізде Якубович, нуклеус аксессориус, ол бізде жұп болып келеді. Так, одан кейін бізде калликулус фациалис бар тұғын. Калликулус фациалисда бізде ядролар орналасады. Қандай ядролары? Яғни бізде 6-шы жұп нервтің және де 7-ші жұп нервтің, енді 6 ғана бұл жерде негізі, пока что бізге қазіргі проекцияға қатысты, және де 4-ші жұп нерв ол бізде четыреххолме, ламина квадригемина, соның артына өтеді. Яғни примерно проекциясы мына жерде орналасқан. Енді қозғалтқыш жалпы қалай жүреді? Ең бірінші бізде барлығы бізде фиссура орбиталис супериор арқылы өтеді. Жазып ұмытып кеттім. Фиссура орбиталис супериор. Ең алдымен бізде жалпы бұлар қалай жүреді? Яғни мені қара. Үшінші жұп нерв ол бізде фоса интерпедикуляр, яғни аяқшалардың ортасынан өтеді, медиалды жағынан. Ол және жүру бағыты бойынша ол жаңағы синус бар, қойнау. Синус кавернус деп атады. Соның бүйір жағынан өтеді. Және де фиссура орбиталис супериорға кіріп, ол екі тармақ береді. Ол рами супериор, инфериор деген екі тармақ береді. Так, енді қараңдар. Рами супериор ол бізде рами супериор ол бізде міне мускулус пальпебра супериорға тармақ береді. Так, вот так. Енді примерно жолын емес, бұл жерде қалай нервтендіретін басты мақсат білу. Одан кейін мынаны негіз былай емес, мына жақтан салу керек еді. Мына жерінде сәл қателік кетіп қалды, енді жарайды. Бұл және де нервтендіреді бізде ректус медиалисті, және де обликус инфериорды, және де инфериорды бар нервтендіреді. Ол төменгі тармақ. Енді келесі нерв, nervus trochlearis, ол бізде тоже синус кавернустың бүйіріне өтеді, фиссура орбиталис супериорға кіріп, ол бізде обликус супериорға тармақ береді. Обликус супериор. Ал бізде 6-шы жұп нерв ол бізде фиссура орбиталис супериор арқылы өтеді. Немесе ол жаңағы тоже синус кавернустан өтеді. Ол ненің ішкі артериясының бүйіріне өтеді да, ол неге бізде ректус латералисқа тармақ береді. Және де осы жерде бізде пальпебра супериор бізде көтерге қатысады, ректус супериор көзі жоғары, инфериор төмен, латералис латералды, медиалис медиалды қозғалтуға тармақтар береді, яғни әрқайсысы өз жағына қарай. Ал бізде обликус супериор, инфериор ол бізде өзіне қарама-қарсы жаққа көз итереді. Енді бұл жерде тағы да екі тармақ бар дедік қой бізде, вегетативті, яғни
Якубович және Падлей. Ол бізде қалай жүреді? Ол бізде бір ерекшелігі, ол бізде ганглион түседі. Ол Ол бізде ганглион цилиар деп отырған мына жерге барады, ганглион түседі. Олар бізде барады да қайда тармақ береді? Өзге. Яғни рамин цилиарис brevis деген тармақ береді. Ол мускулярис сфинктер пупиляны және де мускулис цилиаристі барып нервтендіреді.